Сәлем достар, сендермен Аконя. Бүгін мен өзімнің үй жануарларым туралы айтпақшымын. Менің үй жануарларым өте көп болды. Қорадағы қой, ешкілерді айтпағанда. Соның бірі сары мысық Барсик. Барсик өте жуас болды. Бір рет тосын мияу деген дауысын естіген емеспіз. Мен ол байқұсты жұлмалайтынмын. Күн ыстық болсын, суық болсын, апамның жүн орамалына орап ап, көтеріп жүретін. Сонда да дауысы шықпайтын. Уақыт өте Барсик арықтап, үстін қаси беретін болды. Жүнін ашып қасақ, бірде бидекем жатыр, hello деп қойып. Оля, енді қайттық деп, мамалар Барсикті жуындырып, үстін тазалап, онымен қоса мен де жуындырды. Бір күні Барсик үйден шығып кетіп, сол күйі қайтып оралмады. Барсиктен басқа алабай Каштан болды. Өте үлкен, қабаған ит болатын. Әрдайым байлауда тұратын. Каштан шешіліп кеткенде ешкім үйден шықпайтын. Тек папам ғана байлай алатын. Бірде даладан нан жеп жүрсем, біреу қолымдағы нанды фук кеткізеді ғой. Мен ештеңке түсінбей артқа қарай құлап түсем. Сөйтсем Каштан екен нанымды жұлып кеткен. Онымнан тұра алмаймын. Каштан маған қарай келе жатыр. Отырдым сол көзімді жұмып ап, не жылай алмай, не айғайлай алмай. Ай, біткен жерім осы екен ғой деп. Сөйтсем Каштан айналасып кетіп қалғаны. Сол кезде папам келді, мені үйге кіргізіп, Каштанды байлап қойды. Содан кейін мен бірінші сыныпқа барғанда ағам аквариум сыйлады. Ішінде 3 тал балығы бар. Біраз қарап отырдым да, ішім пісіп кетті. Су вообще әдемі емес. Мультиктағыдай әдемі болсын деп көк краска қоям ғой, мен ақымақ. Су көп пен бек, аквариумым керемет болды. Азанда тұрсам, суы әппақ, балықтарым көп пен бек боп бетінде қалқып жүр. Содан кейін маған ешкім балық сыйламайтын болды. Сендер де маған не сыйласам екен деп ойланып жүрген болсаңдар, біліп жүріңдер. Армандап қояйын да сөйтіп. Менің бұлардан да басқа үй жануарларым болды. Олар жайлы келесі анимациямда айтып берем. Ал сендерден каналыма қолдау күтемін. Ең алғашқы қазақстандық қазақша анимация каналын қолдап, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Пока-пока. Сау бол.